Reading an article about two places. Exercise number 1. Look at the pictures in the text. Guess which adjectives in the box describe Hollywood, USA and which describe Hollywood Island. Бірінші жаттығуда бокстың ішіндегі сын есімдер USA-дегі Голливуд па, Ирландиядағы Голливуд па? Аджективтердің қайсысы екі Голливудты сипаттайды, соны анықтауымыз керек. Ол үшін біз текстті оқып аудару қажет. Welcome to Hollywood. Голливудқа қош келдің. Two very different places with the same name. Екі түрлі жер бір атаумен. First, Hollywood, USA, population 167,000. Бұл USA-дегі Голливуд, популяциясы 167 мың адам. Hollywood in the USA is part of the city of Los Angeles. USA-дегі Голливуд ол Лос-Анджелес қаласының бөлігі. Hollywood is a fast and noisy place. Голливуд өте жылдам және шулы орын. The cinema studios here are famous and sometimes there are film stars in the caves and restaurants. Бұл жерде кино студиялар өте танымал және де кей кездері кафе, ресторандарда кино жұлдыздары болады. Their houses are very big. Олардың үйлері өте үлкен. There are also some very expensive shops in Hollywood. A bag from Gucci is $1,000. Бұл жерде сондай-ақ өте қымбат магазиндер бар. Голливудта Gucci'дің сумкасы $1,000 тұрады. Next is Hollywood Island, population 100. Ирландиядағы Голливудта популяция 100 адам. Hollywood is a small, quiet village in Ireland. Голливуд Ирландиядағы кішкентай, тыныш ауыл. The houses in the village are small and there aren't any famous people here, but it is a nice place. Бұл ауылдағы үйлер кішкентай және де мұнда ешқандай танымал адам жоқ, бірақ жақсы орын. There aren't any big shops or restaurants, but there are some interesting places near the village, and the city of Dublin is 42 kilometers from here. Мұнда өте үлкен магазиндер, ресторандар жоқ, бірақ ауылға жақын жерде бірнеше қызықты орындар бар. Және де Дублин қаласы ауылдан 42 километр қашықтықта. Енді бірінші тоғда сөздіктерді, сын есімдерді аударатын болсақ, текстте оқығанымыздай: quiet, тыныш, famous, танымал, noisy, шулы, small, кішкентай. Hollywood, USA is famous and noisy. Hollywood Island, quiet and small. Үшінші тоғда текстті қайта оқып, мына сұрақтарға жауап беру керек. The first. Is Hollywood, USA part of Washington? No. Hollywood in the USA is part of the city of Los Angeles. 2. Is it a village? No. It is a city. 3. Is it a quiet place? No. It is a noisy place. 4. Is Hollywood Island a big place? No. Hollywood in Ireland is a small place. 5. What's near the village? There are some interesting places near the village. Is it near a city? Yes. The city of Dublin is 42 kilometers from here. Төртінші жаттығуда бізге 10 сөз берілген. Осының мағынасын анықтауымыз керек және де қай сөз бізде текстте кездесті, сондай-ақ қазақ тілімен дыбысталу бірдей сөздерді анықтау керек. Бірінші диско, қазақ тілінде диско, тексті бұл кездеспеді. Екінші cinema, тексті кездесті, бұл кинотеатр деген сөз. Қазақ тілінде дыбысталуы бірдей емес. Үшінші студио, қазақ тілінде де студия деп айтамыз. Бұл тексті кездесті. Park, қазақ тілінде бізде саябақ, бұл тексті кездескен жоқ. 5 restaurant, қазақ тілінде мейрамхана, ал тексті кездесті. 6 airport, әуежай, тексті кездеспеді. 7 hotel, қонақ үй, бұл сөз кездескен жоқ. 8 shop, магазин, дүкен, бұл кездесті. 9 museum, қазақ тілінде мұражай болып аударылады. Бұл тексті кездеспеді. 10 cave, кафе, тексті кездесті.